бастайтын жол сияқты. Досым кітапханаға, кітап керек өз санаға. Оқысаң жиі самғайсың бие, кітап оқыр жанға дауа. Балалар, бұл жол басы даналыққа. Келіңдер оқып байқап қаралықта. Бұл жолмен бара жатқан өзеңдей боп, соларды көре тұра қалалықпа. Мен сіздерге Ахмет Байтұрсынов атамыздың өлеңін жайдан-жай айтып тұрғаным жоқ. Бүгінгі біздің әңгімеміз балалар кітап жайында болмақ. Мен сіздерге жұмбақ жаздырайын, сіздер соның шешуін шешіп көріңіздер. Көп әңгіме өлеңім, күнде оқып білемін. Мені кім жақсы көрсе, мен де соны жақсы көремін. Балалар, бұл не? Өте дұрыс жарайсыздар. Балалар, кім кітап туралы мақал мәтел біледі екен? Орнынан тұрып айта қойшы. Білім бұлағы, білім мыслағы. Жарайсың, отыра ғой. Біздің тобымызда балалар энциклопедиясы да бар екен. Мінекей, мультфильм кейіпкерлері балаларға арналған танымдық энциклопедия екен. Енді қараңыздар, қазіргі заман талабына сай QR кодпен көрсететін ертегілеріміз бар. Балалар, енді осы QR код ертегімізді ұялы телефон арқылы жұмыс жасап көрейік. Ася, ұстай ғой. Ертеде үш аю өмір сүріпті. Балалар, қараңыздар, мінекей. Ертегіні ұялы телефон арқылы да көруге болады деп береді. Бізде QR ертегісінен де басқа электронды ертегілеріміз бар екен. Тоқпақ ертегісі қазақ халқының ертегілері, е? Балалар, кітаптарды жұтуға, сызуға болмайды екен. Саламатсыз ба? Амансыздар ма балаларым? Мен сендердің тобыңыздағы Асқар Айсұлтанның әжесімін. Сендерге сыйлыққа кітап алып келдім. Сендердің өздерінің кітап бұрыштарында әдемі кітаптар бар екен. Ал менің әкелген кітаптарымда ертегілердің жаңа топтамасы бар. Рахмет, сау болыңыз. Балалар, енді біздің кітап ұшына жаңа ертегілер топтамалары орналастырамыз. Балалар, қазақ ертегілерінің жаңа топтамасымен танысайық. Келіңіздер.